Абилхан Кастеев атындағы мұражайдың қандай жаңалықтары бар? Оны бейнематериалдан біле аламыз. Абилхан Кастеевтің өнер мұражайында ай сайын 4-5 көрме ұйымдастырылып отырады. Мұнда келушілердің назарына танымал қылқалам шеберлерінің үздік туындылары ұсынылады. Таңғажайып картиналар адамның қиялын дамытып, күйбең тіршіліктен бір сәтке алыстатып, жаныңызға рухани ләззат сыйлайды. Өнер әлемінде өзіндік қолтаңбасы бар суретшілердің туындылары бір-біріне ұқсамайтын даралығымен ерекшеленеді. Жақында көпшілікке танымал Виктор Мунның шығармашылығынан сыр шертетін көрменің тұсауы кесілді. Кенептері жайында өнер музейінің арт-менеджері Ақбота Алимхожина былай дейді. 2017 жылдың 18 қаңтарында Абилхан Кастеев атындағы өнер музейінде Корей ұлты өкілдерінің Қазақстанда тұрып жатқандарына 80 жыл толуына орай суретші Виктор Мунның «Менің палитрамның қайнар бұлағы Бастөбе» атты көрмесінің ашылуы болды. Виктор Мун Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, 1951 жылы дүниеге келген, Гогөл атындағы Алматы көркем сурет училищесін бітірген, 1974 жылы Корей театрында бас суретші болып жұмыс жасаған. Суретшінің шығармашылығы 20 ғасырдың басында кеңінен тараған кубизм бағытына тән. Атақты Пикассо, Сезам, Брак сияқты суретшілердің қалыптастырған кубизм бағытына тән элементтер Виктор Мунның картиналарынан да орын тапқан. Фактурамен шебер ойнап, көп түсті қабаттарды пайдалана отырып салынған суреттері ерекше әдемі көрініске ие. Ол театр суретшісі болғандықтан, бетперде декоративті жанр өнеріне ерекше мән берген. Туындыларының әрбір бөлігіне мән беріп, бояу мен түстің қанық болуын жіті бақылайтын Виктор жұмыс барысында ешқашан асығыстық танытпайды. Алдымен текстурасын сызып, мұқият ойланғаннан кейін ғана іске кірісетін шебердің бір туындыны жарыққа шығару процесі кейде 3-4 айға созылады. Құстар суретші картиналарында жиі көрініс табады. Олардың қанаттары арман мен қиялдаудың атрибутикасы секілді. Адам мен құс бейнесіндегі образ біртұтас болып бірігіп, одан әп-сәтте құс бейнесіне айналып шығады. Виктор Васильевич өз көрмесін Корей ұлтының Қазақстанда тұрып жатқанына 80 жыл толуына орай ұйымдастырып отыр. Оның бұл бастамасын еліміздегі Корей диаспорасының өкілдері де қолдаған. Жақындарын жалмап, туған жерінен айырған 1937 жылғы саяси қуғын-сүргін мен жер аударуға ұшыраған көптеген халықтардың басынан өткен қасіретті оқиғаларды суретші картиналарында шынайы бейнелеген. Бүгінгі көрменің жетекшісі Наталья Баженова кейбір композициялармен жеке таныстырып өтті. Бұл картина Қуыршақтар театрын ойлап тапқан досы Сергей Сонға арналған. Талантты тұлға өз қолмен театр жасаған көрінеді. Ол қуыршақтар мен ойыншықтар шығару ісімен де айналысқан. Тіпті образдарында өзі ойлап тауып отырған. Сергейдің бірлескен ұжымы бар. Оның спектакльдері де өте қызықты. Балалар қойылымдарының жасалу барысын Виктор Мун картинасы арқылы түсінікті тілмен жеткізуге тырысқан. Сонымен қатар ол қоғамға да қомақты пайдасын тигізген өнерлі жан. Бұл картиналар Виктор Мунның Настяның қуыршақтары топтамасынан алынған. Бір-біріне ұқсамайтын адам қиялының шексіз екендігін көрсететін картиналар адамға түрлі ой салады. Бексұлтан Нұрланұлы, Станислав Фролов, Жаңа күн.